комментарий жазып, подписаться басып, қоңыраушаны басып қойыңдар. Мен алдағы уақытта видео түсіріп отырамын осындай. Пікірлеріңді жазып, жақсы пікірлеріңді төменге комментарий жазыңдар. Қолдан келіп атса, саусақтарыңыз жеңіл болып атса, ана подписаться дегенді бас жіберіңіздер. Яғни айтады ғой, саусақтарың 10 тонна болса да подписаться дегенді бас жіберші деп. Сол сияқты подписацияны басып қойыңдар. Сізге де бізге де жеңіл болсын дегендей. Мына каналдың дамуына үлес қосыңдар, не болса да. Сіздер подписацияны басып, қоңыраушаны басып, комментарий жазып қойсаңыздар, мен сіздерге риза болып отырамын. Сол арқылы шабыт алып, сіздердің арқаларыңызда канал дамиды осы. Сіздердің арқаларыңызда, Дала бүгін қанша градусты? 36 градусты көрсетіп тұр далада. Сынап бағанасы Жаңаөзен қаласында. Батыс Қазақстанның уақытымен 17:26. 36 градуста енді бірталай ғой, ол аз емес. Мынада мына машинаны жібереміз, былай қарай, сосын мына трактор жұмыс істеп жатыр екен, мынада Хоба трактор. Не істеп жатқанын білмеймін мен. Комментарийға жазып қойыңыздар, білсеңіздер. Сол, мынау дача дейді, дача деген мен дача дегендерді көретін едім бұрында. Дача деген жерде егін егеді, ой, бәрі пісіп тұрған. Сол дача деп айтылады, бірақ мына жаққа келіп қалып қарасам, дача десем, дачада дым жоқ. Мына дача деген не десем, сөйтсем, ане бас жақтарында берілген дача екен ғой, кейін мына дачаның орнына үй салған. Бері қарай простой участок тарқатқанда Бұхара халыққа. Участок тарқатып, содан кейін бар үй салып кеткен. Дача деген ане бас жақтарында болған, бірақ енді ояғындағы жемістердің бар жоғын білмеймін. Мен дача дегенге солай елестетіп жүрмін ғой. Ой, дача дегенге андай көккінбек, жап-жасыл, алма, груша, шабдалы бәрі толып тұр екен деп. Солтүстік Қазақстанда, Батыс Қазақстан, Орал, Ақтөбеде сояқтардан көресің ғой постоянно. Сонда екен деп дача дегенге түсініп жүрмін ғой. Ал жақсы, комментарий жазыңыздар, подписацияны басыңыздар, төменге подписацияны басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен мен Ешман Мереке алып кеттік ал.